жаңағы мектеп туралы ештеңе білмейміз, оқу туралы ештеңе білмейміз ғой бірінші сыныпта. Дәл сол сияқты бірінші курста біз универ туралы ештеңе білмейміз, мүмкін, түсінбеуіміз мүмкін. Сол себептен байсалды қарамауымыз мүмкін, жаңағы сабаққа серьезно қарамауымыз мүмкін да. Сол себептен де осы кеңестерімді тыңдауға кеңес беремін, өйткені мен уже сол бір этаптан өттім, және де сіздерге сол кеңесімді бергім келеді. Болашақ студенттерге бірінші курста сабақты қатты оқыңыздар, кәдімгідей қатты оқуға тырысыңыздар. Негізінде бірінші курс мүлде қиын емес негізі. Біз бірінші курста, в принципе, былай айтқанда, мектептегі жаңағы жоғары сыныптағы бір тақырыптарды қайталаймыз бірінші семестрде әсіресе. Сол себептен де соларды қайталаймыз, тереңдетіледі, жаймен тереңдетіледі. То есть бірінші курста в принципе базовый нәрселерді үйренесіздер, логично. Сол себептен де керісінше осы кезде бірінші курста базовый нәрселерді жақсы түсінсеңіздер, онда әрине әрі қарай да үш курсты да сіздер жақсы алып шыға аласыздар. Сол себептен де негізінде тек қана бірінші курс емес, төрт курсты да кәдімгідей жақсы оқу керек, кәдімгідей қатты оқу керек. Бірақ та егер де сіз басынан универге түсе салып, басынан өзіңізді жіберсеңіз, онда уже әдетке айналып кетеді. То есть сабаққа серьезно қарамасаңыз, жаңағы дұрыстап түсінуге тырыспасаңыз, онда әрі қарай да түсінбейсіз, әрі қарай да алып кету қиын болады. Сол себептен басынан бірден жаңағы жауапкершілікті алыңыздар, себебі біз уже бұрынғыдай бала емеспіз, оқушы емеспіз, біз уже ересек адамдармыз, жаңағы 18-ден аспаған болса да, самое главное ересек. Біз мектептегідей жаңағы мұғалімдер бізді кешірмейді, өтірік баға қоя салмайды бұл жерде, универде. Сол себептен де достар, наоборот, басында қатты оқысаңыздар, әрі қарай сол жаңағы еңбегіңіз сізге қарай жұмыс жасайды. То есть басында сіз жұмыс істейсіз, әрі қарай сіздің жаңағы жинаған жаңағы авторитетіңіз, жинаған біліміңіз сізге жұмыс жасайды. Және де екіншіден, бірінші семестрде, енді бірінші семестр шынымен де оңай болмайды. Сол себептен де сіздерге беретін кеңесім бірінші семестрге жаңағы оқуға өте үлкен жауапкершілікпен қараңыздар. Жаңағы әр детальды просто так ойбай бармай қоям, ойбай үлгермеймін, ойбай ұйықтағым кеп тұр, ойбай ауырып жатырмын деген сияқты сабақтан қалып, немесе жаңағы тақырыптарды түсінбей, олай керек емес. Барынша бірінші семестрде сабаққа, өз өміріңізге, өзіңіздің оқуыңызға жауапкершілікті алыңыздар. Себебі мысалы мен өзім Қазгюда оқимын ғой, ол жерде бізде бір мұғалім жоқ, даже мұғалім емес, куратор дейді ғой, көп университетте мұғалім емес, куратор ғой, бізде даже куратор жоқ. То есть бізде бір сынып жоқ, бір группа жоқ и бір куратор да жоқ та, басқа университеттен айырмашылық. То есть бізге былай айтқанда ешкім қарамайды. Әр бала өз жаңағы оқуына жауапкершілікті өзі алу қажет та біздің жаңағы Қазгюда. То есть әр бала өзі үшін оқиды. Дәл соған жаңағы негізделіп жасалғанда бүкіл программа. Сол себептен бізде куратор мен группа жоқ, чтобы жаңағы бүкіл фокусымыз сабақта болу үшін, жаңағы басқалармен қаңғырып, араласып, қуып кетпес үшін мүмкін. Сол себептен де алғашында сабаққа байсалды қарау керек. Мысалы мен өзім бірінші семестрде өте байсалды қараған жоқпын. Наоборот, өте жауапкершілікті әлі ала алмадым, өйткені бірінші семестр мен үшін бірінші сынып сияқты түсініксіз болды да. Бізде не куратор жоқ, сұрайтын адам бар, негізі адвайзерлер бар, бірақ та оның өзінде ұялдым басында, үйрене алмадым да. Әрине ондай болуы мүмкін, бірақ та басынан әр пәнге, әр сабаққа, әр дисциплинаға, әр экзаменге үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Өйткені әрі қарай егер де бірінші семестрде бір пәндерді жауа алмасаңыз, онда кейін ақшаға оқып жүресіз мен сияқты, немесе стипендиядан құлап қалуыңыз мүмкін грантқа түскеніңізбен. Сол себептен де бұл жерде кәдімгідей барлығы уже ақшамен байланысты да. То есть егер де оқымасаң, онда ақша төлейсің, бірақ та ақша төлеуге неохота, барлығымызға. Немесе егер ақша төлеп оқығанның өзінде жауа алмасаң, қайтадан оқисың ақша төлеп. Тағы да өзіме кезінде беретін кеңесім, қазір де берем осы кеңесімді өзіме, сіздерге де берем, ол көп араласу, коммуникация орнату, жаңағы адамдармен достар табыңыздар, жалпы компашка табыңыздар. Сол арқылы сіздерге былай айтқанда жалғыз болмайды. Себебі универде әсіресе Қазгюда бізде группа болмағасын, жаңағы бір нақты группалар жоқ та. То есть біз әр пәнде әртүрлі балдармен отырамыз да, соның әсерінен нақты бір группа жоқ, нақты бір компашка да жоқ, нақты бір коммуникация орнату қиынырақ.
сол себептен де жалпы тек қазгюда енді сондай ғой, бірақ та басқа универлерде негізінде группа бар, сіздер араласа аласыздар, коммуникация орната аласыздар, сразу жаңағы первое впечатление дейді ғой, соны күшті қылдырып оятуға тырысыңыздар. Бірден жаңағы көзге түсіп, бірден жаңағы ашылып, егер де сіз бірінші ашылсаңыз, ары қарай ол адамдар да сіздерге ашылатын болады. То есть міндетті түрде біреудің сізге келіп привет, атың кім, давай танысайық, давай дос болайық деп жаңағы айтқанын күтпеңіздер универде. Өзіңіз солай айтып үйреніңіздер. Вот өзіңіз бірінші қадам жасаған кезде басқалар да сізге жаңағы тартылатын болады. Сол себептен де егер де басқа біреудің сізге келіп сізбен танысқан қаласаңыз, просто күтпеңіз, потому что күте берсеңіз бірінші курсты бітіруіңіз мүмкін, сөйтіп сол күйі дос таппауыңыз мүмкін. Сол себептен де міндетті түрде басында бірінші қадамды өзіңіз жасай алуыңыз қажет. Өзіңіз барып танысып, жаңағы достар тауып, бірге араласып, және де жақсы жері ертең экзамендерде көмектеседі деген сияқты. Өзіңді жалғыз сезінбейсің. Өйткені мен өзімді часто жалғыз сезінетінмін. Дос табу керек, бірақ та слишком сабақты қуып, жаңағы әңгіме айтып отырмау керек. Тағы да беретін кеңесім, ол іс-шараларға қатысу, әртүрлі негізінде мероприятиялар болады. Оның ішінде жаңағы посвящение дегеніміз жаңағы бірінші курс студенттері әртүрлі факультеттерден бір-бірімен жарысады. Студенттер қатарына сөйтіп қабылданады да. Короче, негізінде сол жарыстарға, сынай жарыстарға қатысуға кеңес беремін. Қатысуға әртүрлі бір мероприятиялар болса, отырыстар болса, барыңыздар, қалмаңыздар. Сол арқылы как раз көбірек адамдармен танысасыздар, көбірек жаңағы коммуникация жасайсыздар. Одан бөлек әрине студенттік өміріңіз де қызығырақ болады. Күшті естеліктер жасайсыздар да оқудан бөлек, себебі оқу деп әрине біз шарша кетуіміз мүмкін да. Сол себептен негізінде мен өзім посвящениеға қатысқан жоқпын. Негізінде осы кеңестерімді мен өзім орындаған жоқпын да. Поэтому өкінемін. Сол себептен сіздердің орындағандарыңыз қалаймын, сіздердің менің жасаған қателіктерімді қайталамағандарыңызды қалаймын. Сол себептен негізінде менде бірінші семестрде мүлде уақыт болған жоқ, честно, прям сабаққа да дұрыс көңіл бөле алмадым, жұмыспен жаңағы посвящениеға да қатыспадым. Сол себептен де егер де уақыттарыңыз болса, міндетті түрде қатысыңыздар, белсенді болыңыздар, сабаққа көңіл бөліңіздер деп айтқым келетін еді. Іс-шаралармен көңіл көтеру керек, бірақ та сабақтан қалмау керек. Сабақтан вообще қалмаңыздар. То есть мектепте біз ауырсақ та ауырмасақ та бармай-ақ қоямыз, ештеңе етпейді, бәрібір болып жүргенмен, бірақ универде сіздердің арттарыңыздан ешкім жүгірмейді, неғып сабаққа келген жоқсың демейді, просто сені стипендиядан құлата салады, немесе просто летникқа қалдыра салады. Сол себептен де сабақтардан қалмаңыздар. Сабақтардан қалмау арқылы сіздер хотя бы жаңағы күнделікті сабақты, күнделікті тақырыптан қалмайтын боласыздар да. Күнделікті тақырыпты уақытымен өтіп, жаңағы пара уақытында, и сол экзаменді тапсыру да оңайырақ болады. Күнделікті параларға қатысып отырсаңыздар. Пара деген ол как раз сабақ қой, былай айтқанда 90 минут болса, сол 90 минут бойы бүкіл фокусыңызды жаңағы сабаққа арнаңыздар да. То есть жаңағы Инстаграм қарап, немесе достарыңызбен араласып, жаңағы көңілдеріңізді жан-жаққа бүйтіп шашпаңыздар, көңіл-күйлеріңізді, жаңағы назарларыңызды аумаңыздар, отвлекать етпеңіздер өзіңізді. Бүкіл 90 минут қана бір 24/7 енді оқымайсыздар ғой сіздер. Бар болғаны жаңағы 24 сағаттың бір 3-4 сағатты оқуға кетеді да. Сол себепті сол сағатты барынша оқуға арнауға тырысыңыздар, сабаққа бөліңіздер. Сол кезде тақырыпты оңайырақ түсінесіздер. Жаңағы мұғалімнің айтқан әр сөзін мұқият тыңдасаңыздар, онда сабақты оңай түсінесіздер. Просто сіздер сабақтардан қалғанның әсерінен тақырыптарды өткізерсіз, ал тақырыптарды өткізгесін экзаменнен жаңағы қиналасыз, одан қиналғасын, жаңағы оқудан құлағасын, сіздер сөйтіп, өмір бойы неудачник болып жүресіздер. Бірақ та сабақта көп нәрселер түсініксіз болуы мүмкін. Сол себептен де түсінбеген нәрселеріңізді апайлардан жаңағы сұрап үйреніңіздер. Сұраңыздар. Негізінде себебі именно сұрамағанның әсерінен сіздер түсінбейсіздер, түсінбегеннің әсерінен экзаменде қиналасыздар. Экзаменде қиналсаңыз, аз балл жинайсыздар, аз балл жинасаңыздар, құлайсыздар. Сол себептен де просто түсінбеген нәрселеріңізді сұраңыздар. Мүмкіндік бар кезде сұраңыздар. То есть сабақтарда мұғалімдер барынша бізге жаңағы тақырыпты үйретуге, түсіндіруге тырысады. Сұрап қалыңыздар, мүмкіндікті пайдаланып қалыңыздар. Экзамен уақытында керісінше біз сұрай алмаймыз, ештеңе сұрай алмаймыз, біле алмаймыз да. Сізге мысалға банальный нәрсе түсініксіз болса, мысалы 2+2 түсініксіз болса, сұраңыздар. То есть неважно ол қаншалықты оңай сұрақ болса да сұраңыздар, потому что сұрамағанның әсерінен реально мен өзім қиналдым ғой. Сол себептен де енді мен сұрап үйрендім. Сұрап үйренгеннің арқасында
көп нәрселерді түсініп үйрендім. Немесе сұрай алмасаңыздар, онда тақтаға шығыңыздар, жаңағы тақтада түсініңіздер түсінбеген нәрселеріңізді. Барынша жаңағы кейін ойбай интернеттен қарай салам, ютубтан қарай салам дегенді қойыңыздар. Ол жерден де қарай аласыздар, бірақ та бәрібір мұғалімнің әдісімен, сабақта үйретілетін әдіспен оқыған жөн. Соңғы беретін кеңесім ол сабақтарда белсенді болу. Сұрақтарға жауап беріп, мысалға 2 + 2 неше деп тұрса 4 деп жауап беріңіздер. То есть банальный нәрсе болса да жауап беріңіздер. Самое главное, көзге көрініңіздер, активный, белсенді болыңыздар. Сол арқылы сіздер еще и дос таба аласыздар, еще и өзіңізді көрсетесіз, қандай да бір авторитет жаңағы орнатасыздар, мұғаліммен де жақсы қарым-қатынас орнатасыздар. И негізінде бірақ та универде именно сенің белсенділігіңе да ондай бір баға қоймайды. Біздің универде сондай экзаменге қарап баға қояды біздің универде. И сол экзаменнен құламас үшін бізге жаңағы түсінбегенімізді сұрап, жаңағы басқалардан сұрап, сабақтардан қалмау керек та. Үй жұмыстарын орындау керек өзіміз үшін. То есть универде как раз барлық нәрсе именно өзің үшін. Жаңағы өзіңнің өміріңе, ересек өміріңе алғашқы қадам жасап, жаңағы жауапкершілікті алуға үйретеді универ. Бірақ та мынандай бір миф бар, что универде мысалға бәрі қиын, болды, бітті деген сияқты ше. Бірақ та жоқ. Ондайға қиын емес. Просто біз өсеміз, өскесін әрине қиын нәрселерді шешуді үйренеміз, қиын тақырыптармен жұмыс жасауды үйренеміз. Сол арқылы біз өсеміз. Экзаменнің өзі бір ОБТ сияқты деген тоже бір миф. Экзаменде көшіруге болады деген бір тоже өтірік. Экзаменде мысалға бізде көшіртпейді мүлде. Көшіртсек, басқа біреуден көшірсек, немесе телефон қолдансақ, әрине бізге 1-0 қояды. Бізде прям шынымен барлығы қағаз жүзімен барлығы заң бойынша болады. То есть бізде андай апай қоя салыңызшы деген жоқ та қазгюда. Бір жағынан жақсы, бір жағынан қиын болуы мүмкін, бірақ та бір жағынан жақсы. Бәрі честно. Соңында айтқым келетіні, универ ондайға қиын емес. Өзіңіздің өмірлеріңізге қазірден бастап жауапкершілік алып үйреніңіздер. Ересек өмірге дайын болыңыздар. Сіздер уже ересек өмірге қадам басасыздар осы 1-ші курспен. И 1-ші курста да жалпы әрдайым белсенді болыңыздар, әрдайым сабақтан қалмаңыздар, және де өзіңіз үшін оқыңыздар, прям оқудан ләззат алыңыздар. Кәдімгідей оқудан ләззат алыңыздар. Негізінде оқудың бір өзінің бір атмосферасы, эстетикасы бөлек қой. Негізінде ондай бір қиын нәрсе емес та, сол себептен де оқудан да ләззат алуға болады. Кәдімгідей егер де оқуды, сабақ оқығанды жақсы көрсең, онда саған тақырыптарды түсіну қиын болмайды да. Еще и өзіңізге барлық жағдайларыңызды жасаңыздар. Жаңағы тамағыңызды жасаңыздар, арасында қыдыру керек болса қыдырып тұрыңыздар, күштілеп сабақ оқитын орныңызды жасаңыздар. Сол арқылы шынымен де бүкіл мүмкіндіктер жасалса, жаңағы оқуға ыңғайлы. Как раз қазгюда ұнайтыны барлық мүмкіндіктер жасалған. Келесі видеоларда кездескенше, және де осындай разговорный немесе сабақ туралы немесе разговорный сияқты форматтағы видеолар ұнаса, міндетті түрде жазыңыздар. Және де келесі видеоларда кездескенше. Пока-пока.